Армысыздар, құрметті желі оқырмандары. Биыл 2021 жыл Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылына орай Атырау ауылдық кітапханасы жазушы Зияш Телеуованың «Құлаған үйдің құпиясы» атты кітабын назарларыңызға ұсынады. Зияш Телеуова Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. Шығармашылық жолын шытырман оқиғалы кітап жазуға арнап, балаларға арналған тұңғыш детектив жанрындағы АБК тобы ашқан «Қылмыс» кітабы жарыққа шыққан. 2017 жылы жасөспірімдерге арналған детектив кітабы «Құлаған үйдің құпиясы» мемлекеттік сатып алу байқауынан өтіп, мемлекеттік тапсырыспен шыққан. Жасөспірімдерге арналған бұл шытырман оқиғаға толы шығарма қала балаларының өмірін суреттейді. Қысқы жазғы демалыста жүрген 8-ші сыныптың оқушылары түрлі оқиғалардың куәсі болады. Бірінші, ит жоғалған күн оқиғасы. Итін жоғалтқан Кәрім жоқ іздеп жүріп, достарымен бірге құлаған үйдің жертөлесіне біреулердің кіріп шығып жүргенін көріп, сол есікке бақылау орнатады. Құлаған үйдің жертөлесіне қоныс тепкен діни секта мүшелері өздерінің рәсімдерін өткізу үшін тұтқын ұстайды. Жертөлеге түскен Кәрім тұтқынды көреді де онымен тілдеседі. Тұтқын өзін секта мүшелерінің кешке құрбандыққа шалатынын айтады. Кәрім құтқару әрекетін жасайды. Ол достарын полицияға хабарлауға жіберіп, өзі рәсімді бақылау үшін іште қалады. Бірақ өзі де сектаның көзіне түсіп ұсталып қалады. Рәсім бастала бергенде полициялар кіріп келіп, тұтқындарды құтқарады. Жергілікті полицияның көмегімен тыңшылар өзге діни ағымның іс-әрекеттерін әшкерлейді. Бұл шытырман оқиғалардың басты кейіпкерлері Кәрім, Бану, Аян, Айбектің өзара достығы, үлкендерге мейірімділігі, кішіге ізеттілігі, айналада болып жатқан оқиғаларға сергектігі, қазіргі жас жеткіншектерді адамгершілікке, достыққа, қоғамдағы түрлі қылмыс көріністеріне немқұрайлы қарамауға үйретеді. Кітап желісі 6 оқиғадан тұрады. Осы оқиғаларды әрі қарай өрбітіп оқығыларыңыз келсе, кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар.